Қанды оқиға кеше кештірім Түрксіб ауданында болды. Рысқұлов пен Сейфуллин даңғылдарының қиылысындағы мына үйде 69 жастағы азамат өз қызы мен күйеу баласына оқ атқан. Көп ұзамай аңшы қарумен өз-өзін атып өлтірген деген болжам бар. Алматы қалалық полиция департаментінің дерегінше, оқиғаға күдіктінің әйелі куә болған. Ол тәртіп сақшылары мен жедел жәрдемге хабар берген. Есімді азамат отбасылық жанжалдың салдарының өзінің күйеу баласы мен қызына оқ жаудырып, өзіне тиесілі қарудан олар өкінішке орай оқиға болған жерде жан тәсілім етті. Сонан соң өзіне қол жұмсаған, дәл сол қарудан ату арқылы. Өзінің жұбайы аман қалды, абырой болғанда ол 103 пультіне хабарласып, нәтижесінде бұл дерек полицияға да мәлім болған. Полицияның мәліметінше ет жақындарын атып өлтірген 1951 жылы туған азамат, ал қайын атасының қолынан қаза тапқан күйеу бала 33 жаста, ал қызы 23 жаста. Аңшы қаруы үй иесінің өз атына тіркелген. Көршілердің айтуына қарағанда, отбасы бұл үйде көп жылдардан бері тұрады. Үйінің аумағынан ритуалды қызмет үшін тас қашайтын цех ашып, кәсіп етіп келген. Они давно там живут и занимаются давно изготовлением памятников. Вот этот дяденька, он очень давно этим занимается, и очень давно они здесь жили. Постоянно тишина была до вчерашнего дня. Вчера тут вообще что-то непонятное творилось. Милиция что-то кричала, там, всех разгоняла, и вообще непонятно, что произошло. Как бы район маленький, тут все друг друга знают, все живут очень тесно, так сказать. Қанды қырғын жасаған азамат бұрын соңды қандайда бір қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған. Полиция қылмыстық кодекстің адам өлтіру және өз-өзіне қол салуға итермелеу дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Марқұмдардың денелері мәйітханада, ал туыстарынан тергеуге байланысты жауап алынып жатыр. Оқиға орнына мән-жайды білуге келген журналистерге марқұмдардың туыстары күш қолданып техникаларын сындырды. Убери, сука, я тебе сказала.